Даламда тамиристей ханшайым өткен. Амангелді мырза, енді бүгін сақ қаншайымның киімі тігілді, яғни Томирис ханымның киімі тігілді. Мінекей сақтар рухани халық медицина орталығының алғашқы арман орындалды. Яғни сақ жігіттері өзі сақ болып киініп тұр, Гүлсара Томирис болып киініп тұр. Ал қуанғанға адам не істейді? Сүйінші береді, көріндік береді. Не көріндік бересіз? Енді бүгінгі күнгі өзім сақтар рухани халық медицина орталығының төрағасымын. Бүгінгі күні үлкен жақсы бір сондай бір қуанышқа кез болып отырмын. Біздің кешегі сақ бабаларымыздың, әжелеріміздің сәнді киген киімдерін, сәнді үлгілі киімдерін, тәрбиелі киімдерін тігіп жүрген осы бүгінгі алдында тұрған Гүлсара Суасқызының еңбегін бағалай келе, Аллахым жақсы берсін, адал еңбек үшін деген медальмен наградтаймын. Алла жақсы берсін. Көрімдігіңіз арнайы медальмен марапатталады. Сақтар рухани халық медицина орталығының қандай атағыңыз беріп жатқан? Адал еңбек үшін. Адал еңбек үшін медаль марапатталады. Халықаралық дәрежедегі халық емшісі, емшілердің жұлдызы, емшілердің дүлдүлі, емшілердің бұлбұлы, бақ қонып қыдыр дараған Гүлсара Суасқызы адал еңбек үшін медальмен марапатталады. Сақ апамыздың, Тұмар апамыздың, былайша айтқанда Томирис апамыздың аруағы разы болсын, Аллахым жақсы берсін, үнемі жебе үшін. Әлемге танымал болған көршілес тмд елдері, соның ішінде Ресей мемлекетін бағындырған, яғни соларды өзінің қазақтың халық емін, сонымен дәрігерлігі, мына Гүлсараның емшілік дәрігерлікті қоса алып жүрген, дәстүрлі медицина мен халық медицинасын қатар алып келе жатқан біздің керемет қазақ қыздарының мақтанышы, қазақ қыздарының символы. Қазіргі біздің жаңағы қаншайымдарды айтып жатамыз ғой, Турандот қаншайым дейміз, Томирис қаншайым дейміз. Қазіргі Томирис қаншайым Гүлсара Суасқызын тағы да марапаттау кезегі. Бүгін күні міне үлкен жақсылыққа куә болып отырмыз. Соның ішінде дәрігер, құрметті профессор Гүлсара Суасқызының еңбегін бағалай келе, бүгін үлкен бір өзімде рухтанып тұрмын, рухқа рух қосылып, осындай киім сәнді үлгіні, батырлықтың келбетін көріп тұрмын. Былайша айтқан кезде сақтың нағыз қаншайымы осы ғасырда. Негізі сақтың ұрпақтарымыз Алла жақсын берсін. Бұл кісінің бойына ондай қасиетті былай жайдан жай келген жоқ. Ол арғы тегі сақ бабаларының, әжелерінің бір рухының қозғауы. Сол үшін диплом марапаттаймыз. Аллахым жақсын берсін. Құрметті Гүлсара Суасқызы, халықтың денсаулығын жақсартуда және қоғам жұмысына белсене қатысқаныңызға адал еңбек үшін бірінші дәрежелі құрмет медалімен марапатталады. Сақтар мекеме төрағасы медицина маманы Амангелді Шақиярұлы, президент төрағасы мекеме орынбасары профессор Қадыр Әлімханұлы, ағаны рухани мәдени сауықтыру орталығының төрайымы дәрігер Зейнекамал Қажыбайқызы. Аллахым жақсысын берсін, берекесін берсін. Екінші алғысқа. Міне құтты болсын, Алла берекесін берсін. Орасан зор еңбектің нәтижесі. Бұл көйлектің тігілуіне өзі бірнеше ай кетті, оны қазір Гүлсара өзі айтып берер. Бірақ мынандай керемет, таңғажайып құбылыс 21 ғасырда биылғы жылы еліміздің рухын көтереміз, қазағымыз көркейіп өсіп өнсін деп тұрған сәтте ырым мен қазақи дәстүрмен 22-ші көйлек тігілді. Ал көйлек көріп отырсыздар, сақ қаншайымның көйлегі, яғни Томирис қаншайымның көйлегі тігілді. Гүлсара ханым құтты болсын. Ал өзіңіз қандай әсерде тұрсыз, Гүлсара ханым? Екінші алғыс хатты қоса марапаттаймыз. Құрметті дәрігерді. Аллахым жақсын берсін, берекелі болсын. Керемет, тамаша. Береке берсін. Мінекей, қандай керемет. Жақсын берсін. Мынау Амангелді Шақиярұлы, Сақтар рухани медицина, халық медицинасының орталығының президенті. Бұл кісінің үстіне осы сақ қаншайымы арнайы сақ патшасының киімін кигізді үстіне. Тігіп кигізді. Арнайы тігіп кигізді, мінекей
Алла қабыл етсін. Рахмет. Қандай керемет. Мына ой өрнектің бәрін қараңыздар. Екеуінің киімі бір-біріне сай жарасып тұрды. Ұзын бойлы, сымбатты, біздің қазақтың қызы, жігіті деген ең сұлу, көркем, сымбатты қыз жігіттер Амангелді Жақиярұлы және Гүлсара Суазқызы. Ұрпаққа үлгі болсын. Сақ қаншайымы, Томирис қаншайым, қандай өзіңіз сезімде тұрсыз қазір? Нағыз образға айналдыңыз. Осы 21 ғасырдағы сақ қаншайым аталдыңыз. Жаныңызда сақ көсемі тұр. Қазағым, есіл елім алқымда, иманда болса екен қарқында. Қайран елім қазағым, мұңдасатын иманда. Біз әлі қанша ғасыр өтсе де, қанша айлар өтсе де, жылдар өтсе де, біз әлі басқа ұлт өкілдеріне алаңдап, түсінбей қалады деп ойлап орысша сөйлейміз. Алайда басқа ұлт өкілдері қазақ елінде тұрғандықтан мемлекеттік тілді білуі керек. Қазақ азаматтары өз елінде, өз жерінде тұрып, қауіпсіздікті сезінбейді. Томирис рухы риза болсын деп түсіме енгеннен кейін құрбандық шалып кеше бүгін Құран оқытып тараттым бала-шағамменен бірге. Бала-шағамның бақтары ашылсын, жолдар ашылсын, біздің қыз келіншектеріміздің жолдары ашылсын, ер азаматтарымыз еркін жүрсін, ер азаматтарымыз иманды тұрғыда бүкіл қазақ халқын көтеретіндей болу керек, еңселері биік болу керек, денсаулықтары мықты болу керек. Сол үшін қолынан келген жақсылығымды істеп, бүгін Құранымды оқыттырып таратқан бетім еді. Қаншайымды сақ түркілер патшайым еткен, алтын сауыт киіп жүріп. Кітап шығарған адаммын, 3-ші кітабын әлі шығарып жатырмын, Алла бұйыртса бір күні шығар. Сол кітаптың 2-ші кітабынан бір сәл ғана үзінді ойға қалдыратын. Шындық шынға жетер, өтірік өрге өтпес. Бір жапырақ тал болмас, бір тал орман болмас. Жан азығы ел байлығы, хан байлығы ел тоқтығы. Адалдық пен адамдық бірге жүрер. Тырбаңдайды тасбақада, жылжиды алға қасақана. Дәрет түзу болса, ниет өсу үстінде. Күндіз-түні терлен, еңбекпенен терлен. Өлгенше оқу керек. Жастарға осыны тоқу керек. Намаз оқу, миғат оқу. Алладан болса тірек, мықты сонда жүрек. Ақ шырақсыз болмас, есті әйел сесті болмас. Жүрер жолды кеспес, бос шелекпен өтпес. Ат үстінде биік жүріп, кирдің басын кескен екен елдері. Аппақ арын кірлетпеген, асыл жарын құрметтеген, сұлу дейді сымбатына тіл жетпеген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздің журналистердің күн сайын айтып айтам ғой, жүрмейтін керемет жерлерде жүреміз. Көңіл-күйіміз көтеріңкі, бізге бұл мамандық өте қызықты. Бүгінгі айтар жаңалығым сіздерге, яғни Турандот қаншайым, Томирис қаншайым дейміз ғой, біздің өткен аналарымыз, батыр тұлғалар. Бүгінгі 21 ғасырда 22-ші қазақ көйлегін тігіп отырған, әлемге танымал, батыс Европаны мойындатқан дәрігер емші Гүлсара Суазқызы бүгінгі күні 22-ші көйлегін тікті. Сауыт бұзар сұр жебесі сақтың аруы, жауға шапса қорған болған аттың бауыры. Нәзіктікке тән мінезің, ғашық қылған жаудың өзін, ар намыстың үлгісі сен жалғыз өзің. Тұмарысың маса. Міне шашу қазағымызда шашылсын. Уыстап ер азаматтарымыз ақшаны ұстай берсін. Қазағымның теңгесі көтеріле берсін. Шашудан шашу бола берсін. Ер азаматтарымызға бағы жансын. Қайсысы болса да. Жасасын қазақ. Бәрібір де айтатыным сіздерге, алтын басты әйелден гөрі бақыр басты
Еркек артық, естеріңде болсын. Бала шағаларың аман есен болсын. Бақтарың жана берсін, құрандарың қона берсін. Басыңа келетін бақтарың одан ары көбейіп, құбылаға қараған қақбеттерінен Құдай айыртпай, қай-қайсың болса да дұшпандарың табандарыңның астына түсе берсін. Амин. Аллаху акбар. Кең даламда таңер істей ханшайым